Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып пісетін шелпек нан пісіретін боламыз. Ол үшін бізге алдын ала електен өткізген ұнымызға 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ас содасы және жылы сүтімізді қосып қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайтындай болуы керек. Қамырды 20 минутқа тынықтыруға қоямын. 20 минут қамырымызды бұқтырып алғаннан кейін ұнды сеуіп, осылай бөліктерге бөлеміз. Видеода көрсетілгендей аздаған ұнды сеуіп отыра шелпектерді дөңгелетіп шайып шығамыз. Шелпектерімізді қатты қызып тұрған майда екі жағын бірдей қызартып пісіріп аламыз. Қасиетті Рамазан айы құтты болсын. Оразадан оразаға аман есен жетуді Алла баршаңызға нәсіп етсін. Осымен біздің шелпектеріміз дайын. Шелпектеріміз өте жұмсақ, үгілмелі. Ең бастысы ешқандай ашытқы қосылмайды. Егер де сіздерге менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр. Астарыңыз дәмді болсын.